Қосымша баяндама жасау үшін сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы депутат Аймағамбетов Асхат Қанатұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер, ұсынылған заң жобасында құмар ойындарды тыю үшін бірқатар маңызды шектеулер қарастырылды. Десек те, жұмыс тобының отырысында, қоғамдық палатаның отырысында өткен өте қызу талқылаулардың нәтижесінде біршама жаңа түзетулер келіп түсті. Бұл түзетулерді біз үкіметтің қорытындысын алу үшін жібердік. Сондықтан екінші оқылымға дейін барлық көтерілген мәселелерді талқылап, бір мәмілеге келеміз деп ойлаймын. Негізі алдымызда тұрған ең күрделі мәселе, және депутаттарда біраз мәселені көтерді. Ол дегеніміз бізде шетелдік онлайн казинолар мен букмекерлерді бұғаттау болып табылады. Негізі бүгін біз қарастырып отырған заңмен елімізде орналасқан букмекерлер мен ойын индустриясының мәселесін шешеміз деп ойлаймын. Ең басты мәселе, бірақ қазір әлде де шешімін таппай отқан бұл шетелдік казиноларды бұғаттау мәселесі. Олардың сайттарын қанша жапсақ та, күн сайын жүздеген сайттар ашылуда, тіпті сағат сайын жүздеген сайттар ашылуда. Сондықтан осы мәселені шешу үшін шетелдік онлайн казинолардың шоттарына ақша аударымдарын жасау мүмкіндігін жоюымыз керек. Бірақ бұл жерде ең қиыны, және Екатерина Васильевна өте жақсы бұл мәселені айтты, шетелдік казиноларға төленетін қаражат басқа кодтар арқылы аударылып отыр. Мысалы, ол төлемдерді интернет-магазин сияқты, химчистка сияқты, басқа да бір осындай мақсаттарға аударылған сияқты болғандықтан, оны анықтау және бұғаттау бүгінгі өте күрделі болып тұр. Осыған орай банктер мен төлем жүйелерінің жауапкершілігін бекіту бойынша, контрольный закуп тәрізді рәсімдерді енгізу бойынша бастамалар және сондай-ақ түзетулерді біз енгіздік. Әлде де бұл мәселені біз қосымша талқылайтын боламыз, өйткені бұл ең бізде әлсіз тұсы, осы бүгінгіні осы мәселені әрі қарай жалғастыруымыз керек. Бұл бір. Екінші мәселе, бұған қоса лудоманиямен ауыратын азаматтарды анықтау, тіркеу, оларды емдеу мәселелері бойынша да депутаттар арнайы бірқатар түзетулерді берді. Онда біз қазір үкіметпен және де эксперттермен талқылап жатырмыз. Және жаңа Магера Мамедовичтің ұсынысы бойынша құмар ойын ойнауға келіспеу презумпциясын енгізу нормасы олда да қосымша талқылауды қажет етеді. Біз тиісті министрліктермен, эксперттермен бұл жұмысты жалғастырамыз. Жалпы екінші оқылымға дейін Ерлан Жақанұлы бұл мәселені біз қосымша талқылап, бір мәмілеге келетін боламыз. Барлық комитеттер оң қорытындысын берді. Қолдауларыңызды сұраймын. Асхат Қанатұлы, рахмет сізге. Әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік. Сөз депутат Сарым Айдос Әміроллаұлына беріледі. Рахмет, құрметті төраға, ардақты әріптестер. Жақында ғана Атырау қаласында өткен ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы лудоманияның өскелең ұрпаққа орасан зор зиян келтіретін, ал онлайн құмар ойындар жастардың күнделікті бос уақытындағы басты ермегіне айналып кеткенін айтты. Бір деректерге сүйенетін болсақ, бүгінде 400 мыңға жуық азаматымыз белсенді ойыншы болып табылады. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, бұл ірі қаланың немесе бір облыс орталығының тұрғындарының санымен шамалас. Құмар ойындар ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін аса ауыр әлеуметтік мәселеге айналды. Олар мыңдаған отбасының шаңырағын күйретіп, адамдарды қылмысқа итермелейді, қарызға батырады және патологиялық тәуелділікке, трагедияларға алып келеді. Осыған байланысты азаматтарымыздың арасындағы ойынға тәуелдікке қарсы тұру мақсатында депутаттар осы заң жобасына бастамашылық жасаған болатын. Сонымен қатар айтып өту керек, 29 наурыз күні 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі жанындағы қоғамдық палатаның осы мәселеге арналған арнайы отырысы өтті. Онда көптеген сарапшылар сөз алып сөйледі. Аймақтың сарапшылары сөз сөйледі. Осы кеселге ұрынған, сонымен емделіп жатқан азаматтар сөз сөйлеп, өз ұсыныстарын заңға берді. Сол ұсыныстардың ішінде мәселен ойындардан келіп түскен ақшаның бір бөлігін осы кеселмен күресуге, оның ішінде азаматтарды емдеуге деген ұсыныстар болды. Сол сияқты ұсыныстар арнайы комитетке тапсырылды, жұмыс тобының қаперіне берілді. Екінші оқылымға дейін осы ұсыныстарды әрі қарай жалғастырып, екінші оқылымнан кейін бәлкім сарапшылардың алдында нақты есеп беретін боламыз. Менің ойымша, ұсынылған бастамалар лудомандардың санын азайтуға, заңсыз онлайн казинолар мен букмекерлік кеңселерді жоюға, сондай-ақ ойын бизнес саласындағы заң бұзушылықтар үшін әкімшілік жауапты күшейтуге бағытталған және оң әсерін береді деп санаймыз. Заң жобаларында 50-ден астам нақты түзетулер көзделген. Сонымен қатар, оларды жұмыс тобының отырыстарында қарау барысында депутаттар және палатаның сарапшылары нақты ұсыныстарға бастамашылық жасады. Бұл туралы Елнұр Сабыржанұлы
Қасымұлы өз баяндамасында егжей-тегжейлі атап өтті. Ардақты әріптестер, құмар ойындарға тәуелділікпен күресу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстың маңыздылығын ескере отырып, осы заң жобаларын қолдауларыңызды сұраймын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сөз депутат Жаңбыршин Еділ Терекбайұлына беріледі. Рахмет төраға, қадірлі әріптестер. Мемлекет басшысы соңғы жылда бірнеше рет, оның ішінде кешегі ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында да ұлы мәселесіне арнайы тоқталған болатын. Депутаттарға, қоғам өкілдеріне, жас ұрпақтың болашағына қатысты өзінің уайымын жеткізді. Осыған орай президенттің қолдау мақсатында біз бір топ депутат ойын бизнесіне қатысты заң жобасын 7-ші шақырымнан бастап әзірледік. Бұған бүгінде барлық фракция депутаттары қосылып отыр. Заң жобасы көптеген талқылаулардан және неше түрлі бюрократиялық және ойын бизнес өкілдері мен олардың биліктегі жақтаушылардың кедергілерінен өтіп, мәжілістің төріне де жетті. Құмар ойындарды шектеу жөніндегі мәселені сайлаушыларымыз үнемі көтеріп келеді және ол өте орынды. Сондықтан осы заң жобасын әріптестерім бірауыздан қолдайды деп есептеймін. Жаңа сұрақ жауап барысында заң жобасындағы біраз көкейкесті мәселелер ашықталды. Бірақ біз заңсыз казинолармен жағаласып жүрсек, кейбір ықпал топтар ойын бизнесінің қаржы ағымын пайда тапқысы келіп жүр, және оны парламент депутаттарының қолымен заңдастырғылары келеді. Мәселе бәстігеуде есепке алатын орталық туралы ұсыныс болып отыр. Орысшасы центр учета ставок, ЦУС. Жаңа Бақытжан Базарбек айтып кетті оны. Ойын бизнесі туралы заңда бұл орталық дереу қарастырылған, де-факто бірақ жұмыс жасамай тұр. Үкіметтің, тиісті министрліктің және осыған қызығушылық танытып отырған кейбір бизнестің өкілдері осы орталыққа жаңа функцияларды беру жөнінде норманы өткізу үшін лобби жасауда. Ол қандай функциялар? Негізгі функциялардың бірі орталыққа ойыншылардың бәстігуін қабылдайтын және ұтысын төлейтін бірыңғай төлем ұйымы ретінде, яғни заңды тұлға статусын белгілеу. Оны конкурстық негізде мемлекеттік немесе жекеменшік, тағы да қайталап айтам, жекеменшік компания ұтып алу мүмкін. Қарапайым тілмен айтқанда бұл орталық, яғни ЦУС, казино мен мемлекет арасында таза делдал. Мысалы, біз ескі Қазақстанда мұндай делдалдардың талайын көрдік. Осындай монстр функцияларға ие делдалдар халықтың да біздің де жүйкемізді құртып, қанымыз ішіп еді. Естеріңізде болар, сұйытылған мұнай газын электрондық сауда шығарып, лауазымды қызметкерлер мен олигархтар алаяқ топтармен ауыз жаласып, ол алаңды өз мүдделеріне пайдаланып, бағаны көтеріп, арты қаңтар оқиғасына ұласты. Өтел алынған 400 миллиард қаржы жинаған ұрып, жекеменшік кетіп қала жаздап, оны тоқтаттық. Электроэнергетика нарығындағы есолармен әлі күресіп жатырмыз. Азық-түлік базарларындағы делдалдар әлі ойларына келген жасап жүр. Мемлекет басшысы делдалдарды құртың деп тапсырма берген жоқ па? Енді осы орталыққа мемлекеттік келесі функцияларды беру ойларында бар. Оның ішінде орталық ойыншылардың тіккен бәсін, ұтысын және оларға төленген төлемдер туралы бүкіл ақпарат қорын жинақтайды, сақтайды. Құмар ойындарға және бәстігуге қатысуы шектелген тұлғалардың бірыңғай тізімінде жүргізеді. Яғни азаматтарымыздың персоналдық мәліметтері жеке қолда түсініксіз компанияларға берілетін болып отыр. Мына бір функцияда уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мөлшерде бәстігушілерге ұтыстар төлеу кезінде комиссия алады. Комиссия мөлшері 3% дейін деп көзделген. Миллиардтан қаржы ағымынан орталық біраз пайда таппақ. Балшығада көріп келгенде бармай-ақ орталықтың нағыз жемқорлардың ордасына айналатын көз ашық, көкірегі ойы адам біліп отыр. Бұл схеманы әзірлеушілердің қасында Остап Бендер далада қалып қойды. Ең қызығы, орталықта мынандай зор функция бар. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға, сондай-ақ ойын және бәстігуге қатысуы шектелген адамдардың бәстігуіне қатысуына қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу. Бұл дегеніңіз орталық кейбір мемлекеттік органдардың құзыретін атқарады деген сөз. Ал егер конкурсы жекеменшік компания ұтып алса ше, онда оның құзыреті құқықтық органдармен пара-пар болады деген сөз. Сонда мемлекетіміз арнайы және құқық қорғау органдарын, қаржы мониторинг агенттігін, цифрлық министрлікті, салық комитетін бекер ұстап отырған болды ғой. Мынау бір қаржысы бар, құзыреті мықты, бұрын соңында қаржылық қылмыстарды ауыздықтауға ешкімнің әлі келмеген шаруаны іске асыратын супер орталық болайын деп тұр. Баяғыда үлкендеріміз айтатын еді, бір дұрыс істі бастамаған кезде шалаптарын шайқамаңдар деп. Жатып алып ақша жасайтын ескі ойындарды қоятын уақыт болды. Ақшаға тоймайтын, қанағатсыз жемқорлардың мұндай махинацияларын өткізсек, бізге бұл үлкен сын. Әріптестер, осы заң жобасының авторларын бір ретінде есепке алатын орталықта заңмен бекіту бұрынғы заманға кері кету деп есептеймін. Осы ретте әрқайсымыз арқылы өткізгісі келіп жүрген түсініксіз су орталығының идеясын нақты тосқауыл қоюымыз керек. Оған жол бермейміз. Заңды қабылдайтын парламент депутаттары, АФМ емес. Тағы бір маңызды мәселе. Ойын бизнесіне қатысуға мемлекет қызметшілер мен құқық қорғау органдарының қызметкерлерін заңмен тыйым салу керек. Ұлы ол салаларда қызмет етуі мемлекеттің қауіпсіздігін нұқсан келтіреді. Сөзімді қорытындылай келе айтпағым.
адамдардың көз жасын төгіп қиналуға мәжбүр ететін, өлімге итермелейтін, азаматтарды қорлау мен зорлауға себепші болатын ойын кәсіп емес. Ойын бизнесі адал бизнес емес. Ақиқатында біз салдармен емес, себебімен күресуіміз керек. Болашақта ойын бизнес заңмен толықтай тыйым салған жөн деп есептеймін. Әзірше бұл монстрды біртіндеп құрту қажет. Ең бастысы өскелең ұрпақты лудомания дертінен сақтау үшін олардың рухани тәрбиесі мен жан-жақты айналысу өте маңызды деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет.